Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі өте тез дайын болатын анамның үйреткен керемет пирожкинің рецептісімен бөлісетін боламын. Пирожкилер өте жұмсақ, өте дәмді, керемет болып шығады. Видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Үстінен 1 шай қасық толтырмай тұзымызды саламыз. Оның үстінен 2 шай қасық шекерімізді саламыз. Шаңшқының немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен бөлме температурасындағы суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Барлық қажетті заттардың тізімін описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Үстінен ерітілген сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымызды електен өткізе отырып, аз-аздан қосатын боламыз. Осылай кішкенеден қосып алғаннан кейін үстінен шаңышқының көмегімен немесе венчикпен жақсылап араластырамыз. Шамалы араластырып алғаннан кейін үстінен тағы да ұнымызды қосамыз. Ұнымызды кішкене тағы қосқаннан кейін шамалы ғана араластырып, үстінен 1 шай қасық қопсытқышымызды қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнды осылай аз-аздан бөліп қосқандарыңыз жақсы. Сол кезде қамырыңыз тығыз болмай, жұмсақ қамыр болып еленеді. Осылай тағы да қосып, жұмсақ қолға жабыспайтын, жұмыс жасауға өте ыңғайлы қамыр болғанша ұнымызды қоса отырып илейтін боламыз. Менде 600 грамм кетті. Мүмкін сізде аз, шамалы аз немесе көптеу болуы мүмкін. Ол жұмыртқаның көлеміне байланысты өзгеруі мүмкін. Осылай жұмсақ қамыр илеп алғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, әзірге тындырып қоямыз. Осы арада салмамызды дайындаймыз. Салмасына шамалы ғана май құйып, үстінен пиязымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Мен салмасын капустадан жасадым. Қалауыңызша картоппен де жасауға болады. Картопты суға пісіріп, үстінен осындай қызарған пиязымызды салып, тұзын, қара бұрышын салып, жақсылап езіп, солай қолдансаңыздар болады. Картоппен де өте дәмді болып шығады. Бүгін мен осындай капустадан жасадым. Капустаны осылай қызарған пиязымыздың үстінен салып, бірге жақсылап қуырып алатын боламыз. Барлығы қызарып, әдемі түске енгенше қуырамыз. Осылай қуырып алғаннан кейін үстінен 1 шай қасық тұзымызды және шамалы қара бұрышымызды саламыз. Татымына қарай өзгерте берсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластыра отырып қуырып аламыз. Шамалы қуырып алғаннан кейін үстінен кішкене ғана суымызды құйып, араластырып, бетін жауып, шамамен 5 минутқа жай отта пісіріп алатын боламыз. Неге біздің капусталарымыз пісіп дайын болды. Енді шамалы араластырып, суытуға астын өшіріп, суытуға қоятын боламыз. Салмамыз суығанша қамырымызды дайындаймыз. Осы арада қамырымыз да дайын болды. Қамырымыз жұмсақ, жұмыс істеуге өте ыңғайлы болды. Енді қамырларымызды осылай 35 граммнан, таразы болса таразының көмегімен бөліп алатын боламыз. Қалауыңызша көлемін көбейтіп азайта беруге болады. Егер таразы болмаса, шамамен осы шамада көз мөлшерімен бөліп алсаңыздар болады. Менде осындай 30 дана қамыр шықты. Барлығын қолдың көмегімен жая отырып, ортасына салмасын 1 ас қасықтан салып, пирожкимізді түйіп алатын боламыз. Барлығын осылай түйіп, дайындап аламыз. Құрметті көрермендерім, егер менің каналымда бұрын-соңды болмаған болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, каналымның алға дамуына үлес қосып кетсеңіздер екен деймін. Лайк басып, комментарий қалдырып, мені одан әрі қуантатын боласыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін көптеген қызықты рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Енді барлық пирожкилерімізді осылай жасап алғаннан кейін, бетінен жұмыртқамыздың сарыуызын жағып, 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 20-25 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің пирожкилеріміз дайын. Пирожкилер өте жұмсақ, өте дәмді болады. Келіп жеткен қасиетті Рамазан айы мүбәрак болсын. Сынаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ауызашарға дәл осындай пирожкилерді жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.